өздеріңді құшақтап. Жарайсыңдар. Ал енді көзімізді жұмамыз, құшақтап тұрамыз да, әрбір адамда арман болады. Болады ғой арман? Әркімнің арманы әртүрлі, бірақ бәрімізде арман бар. Мен қазір бір әуен қосам, сол арманымызға ерік беріп, өз-өзімізді құшақтап отырып, армандап көрейікші. Тамаша, өте тамаша. Армандадық па? Сол армандарың міндетті түрде орындалсын. Армандарың орындалу үшін сендер не істеу керексіңдер? Жақсы сабақ соған қарай ұмтылуыңдар керек. Тамаша, өте жақсы. Ал енді балалар, жаңа сабақты бастамас бұрын үй тапсырмасын пысықтап алайық, иә? Мен сендерге үйге не беріп едім, Алинур? Үйге бізге Оралхан Бөкейдің мазмұндан қайталап келді, иә? Тамаша, өте жақсы, отырамыз. Олай болатын болса, балалар біз үй тапсырмасын қабырғадағы сурет әдісімен алайық. Егер жан-жақтарына мұқият қарасаңдар, әр жерде бір суреттер шығып тұр, иә? Суреттерге мұқият қарап отырып, соны сабақпен үй тапсырмасымен байланыстырайықшы. Кәне, аяғын өзің шыға ғой, шықта бір суретті қолына ал, келе ғой, жылдамырақ. Ала ғой, қолына ала ғой суретті. Ала ғой. Оралхан Бөкей Әл-Фараби қазақ университетінде. Алдымен суретке кім бейнеленген? Әл-Фараби. Бұл Әл-Фарабидің қатысы Оралхан Бөкей Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқыған. Тамаша, дұрыс па? Жақсы, тамаша тағы. Ерсұлтан Телеу. Қай сурет жалғыз келіп тұр? Тамаша, тезірек ойыз. Ал. 27 деген не екен? Оралхан Бөкей 27 жасында. Не істеген? Алғашқы Жұмыс алғашқы шығармасын жазған. Дұрыс па балалар? Тамаша. Ернат? Үйлеу. Тағы қай суретті алғым келеді? Мұнда бар, мұнда. Ала ғой балалар, қайсысын аламыз? Оралхан Бөкей хан Үндістанда Делиде өлген. Қайтыс болған. Оралхан Бөкей Үндістанда Дели қаласында өлген. Мынау Үндістанның суреті. Тамаша. Тағы бізде екі сурет қалды. Ернұр. Бұл жерде не бейнеленген? Таудың қандай қатысы бар екен? Оралхан Бөкей жазып шығарған Тортай менен Ақбоз атындағы Тортай тауда мал. Керемет, тамаша. Өте жақсы. Назира. Бұл кітап, сурет көрсетеміз, бұл кітап, Тортай кітап оққанды қатты жақсы көргенде. Дұрыс па балалар? Тамаша, өте жақсы балалар. Үй тапсырмасын оқып келгеніміз. Мұнда қандай сөздер жазып отыр? Алинур? Біріншінде ораш деп тұр, екіншінде Тортай деп тұр. Ал ораш пен Тортай деп тұр. Келісеміз ба? Келісеміз. Ал енді ораш пен Тортай кімдер? Олар өте жақын достар. Жақын достар. Тағы олар шығарманың нелері? Кейіпкерлері. Тамаша. Шығарманың нелері? Кейіпкерлері. Яғни біз бүгін өткелі отырған Тортай менен Ақбоз аттың негізгі кейіпкерлері кімдер екен? Ораш пен Тортай екен. Дұрыс айтасыңдар балалар. Яғни бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы, дәптерді ашамыз, күнделікті жазамыз, сабақтың тақырыбын жазамыз. Оралхан Бөкейдің Тортай менен Ақбоз ат әңгімесінің кейіпкерлер әлемі болған екен. Дұрыс таптыңдар балалар. Орындау барысында жету керек сабақ мақсатымыз, оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсатымыз әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтаймыз. Екіншісі, кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстыра отырып баға береміз. Яғни бұдан бізден шығатын сабақ мақсатымыз Тортай менен Ақбоз ат әңгімесінің жанрын, фабуласын, сюжетін анықтаймыз, яғни рет-ретімен орналастырамыз деген сөз. Екінші мақсатымыз Тортай менен Ақбоз ат әңгімесінің кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстыра отырып
баға береді екенбіз. Түсінікті ғой балалар, иә? Тамаша. Енді балалар, бізге де кішкене есімізге түсіп алу үшін, сабағымызға қатысып отырған қонақтарға да түсінікті болу үшін біз қазір сәл ғана Тортай Мейір Ақбозаттан сәл үзінді көріп аламыз. Біздің ішімізде мен 2-3 жас үлкендігі бар Тортай атты балам болушы еді. Әке шешеден тым ерте айырылып, алыстан қосар аталастарының есігінде жүреді. Қойымыздың шөп болмас жуас, құлағының сәл мүкісі бар, бала болып көп ойнамайтын жасқа шақ еді. Бәрімізден гөрі ерекшелігі, таңертеңнен кешке дейін баса алмай кітап оқи беретін. Қолына не тисе, соны талғамсыз оқитын Тортай арамыздағы білгішіміз, аузымыз ашық тыңдар абызымыз сықылды. Тортай әсіресе мені жақсы көрді, жанынан бір елі қалдырмайды. Әкем ферма меңгерушісі, үйде ішім-жем мол, ит басына іркіп төгіліп жатушы еді. Шешемнің қолынан бір жолынан 2 алып, әр күн сайын Тортайға тастайтынмын. Ол мені алмай зауқы бола бермейді. Тек менімен ғана оңаша сәттерде ақыл тегіндей әңгіме құрушы еді. Есімізге түсті ма балалар? Тортайсымен қандай бала екен? Оқуды жақсы көрді. Кітап оқыған жақсы көрді, тамаша, дұрыс айтасың. Оның жалғыз ғана досы болды, оның есімі не болды? Ораш болды. Ораш оған қалай көмектесті? Тамақ алып келіп берді, иә? Тамақ алып келіп берді. Бірақ оның тамақ үшін досы болды ма? Жоқ. Не деп айтты? Мен тамақ үшін дос болып жүрген жоқпын деді, иә? Намыстанды. Өйткені оның тамағы үшін, оның жағдайы үшін емес, оның шын көңілі мен пейілі үшін дос болды, иә? Жақсы, тамаша балалар. Есімізге түсіріп алса, онда тапсырма орындауға кірісейік балалар. Ал әңгіме дегеніміз не дегенге келетін болсақ, ол әдебиетте оқиғаны қара сөзбен баяндайтын шағын шығарма жанрын біз не деп атайды екенбіз? Әңгіме деп атайды екенбіз. Жақсы. Олай болатын болса, дәл осы әңгіменің ретімен дәптерге жеке жұмыс әрқайсымыз. Мына жерде балалар, реті ауысып кеткен, сендердің мақсаттары шығарманың желісін ретімен орналастырып қойып шығу. Түсінікті ма? Орындаймыз, кейін тексереміз. Әркім өзі жеке-жеке дәптерге орындасын. Бұл жерде бірінші жасқаншақ Тортай деп тұр, екінші салық салғанның сұлу табиғаты деп тұр, үшінші күзгі оқу деп тұр, яғни оқушылардың мектепке баратын кезін айтып тұр. Төртінші Тортайдың тас күркесі, Тортайдың туысқандар үйде оқып жүргенде не істегені? Тауда, үңгірде өмір сүрген кезін айтып тұр. Одан кейін жайлауда бұзау бағуы, және де ең соңғысы көп жылдардан кейінгі Ораш пен Тортай. Ал енді сендер қалай ойлайсыңдар? Шығарманың ретімен қалай болады жазамыз? Жазып шығайық дәптер. Кейін мен дұрыс жауабын белгілеймін, сендер тексересіңдер. Басынан бастап, бүгін өтетін әрбір тапсырманың дескрипторымен көрсетілді. Тапсырма орындау барысында міндетті түрде осыны ескеріп отырамыз. Егер қазір сендер әңгімені ретімен орналастыратын болсаңдар, осы тапсырма үшін сендерде 2 бал қанжығаларың әрінен. Түсінікті ғой балалар, иә? Жақсы, орын жазамыз. Рет-ретпен орналастырамыз балалар. Жеке бойынша өздерінің ретімен қоя беріңдер. Осы берілген сөз тіркестері сөйлемде жақсы болса, болды ма бәріміз? Болды ма? Екінші адам? Жазылды ма? Соңғысын жазбатыр екен. Жақсы, аяқтай ой, сол соңғысынан кейін. Жақсы. Барлығымыз бірдей болса, онда тексереміз ба? Жеке жұмысымызды? Батырхан болды па? Қадыс? Саадия болды па? Ерсұлтан? Жақсы, мына жақта? Болды ғой. Қазір мен дұрыс жауабын ашамын. Сендер дәптерлерінде, егер дәптерлеріндегі жұмыстарың дұрыс болса, онда өздеріне дұрыс белгісін қоямыз. Келісті қой. Содан кейін егер дұрыс болса, бағалау парақтарына 2 бал қойып шығамыз. Ал бірінші тапсырмамыздың жауабы өзіңді тексер. Бірінші не болады екен шығармада? Табиғаты. Дұрыс болды ма? Тамаша, өте жақсы. Екінші дұрыс болды ма? Тамаша, онда өзімізге дұрыс қоямыз. Тортайдың тас күркесі үшінші дұрыс болды ма? Қате болып қалды ма? Қате болып қалса ештеңе етпейді. Қате болып қалса кейде болады. Оқиға бірінен кейін бірі
Көп жылдан кейін кіммен кездесуі? Ораш пен Туртайдың кездесуі болады екен балалар. Тамаша. Ал енді өзімізді бағалап алайық. Бағалау парақтарын ала қойыңдар. Кімде нешеу дұрыс болмады? Егер бір екеу дұрыс болмаса, онда тапсырманың бір балын ғана қоя қойыңдар өздеріне. Келесіз ба? Ал егер екеуі де барлық дүниесі дұрыс болса, екілерден орналастырсаңдар, онда өз-өздеріне 2 балдан қоя қойыңдар. Қойдық па балалар? Жақсы. Жақсы. Енді бұл бізге қандай шығарманың реті болды? Тортай өнер ақбозатты біз не істедік? Талқыладық, сосын енді рет орналастырдық. Яғни оқиғаның басында не болғанын, ортасында не болғанын және соңында не болғанын орналастырдық. Тамаша, өте жақсы. Ал енді балалар, байқап отырсаңдар, сіздер қазір 3 топқа бөлініп отырсыңдар, 3 қатар, иә? Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Тамаша. Ұялы телефондарыңды ала қойыңдар. Топтағы бір оқушы алса жеткілікті. Мен қазір қолдарыма мынандай QR-кодтар таратамын. Бұл жерде қандай тапсырма жасырынғанын сендер бұны сканерлеп жасаған деп бірақ анықтайсыздар. Түсінікті ме? Араларындағы бір оқушы ғана сканер жасаса болады. Кейін маған қандай сөз шыққанын айтып бересіздер. Қандай сөз шықты? Сен көш. Қандай сөз шықты? Тапқандар бар ма? Жалғыздық шықты дейді. Тамаша. Онда сендердің топтары қазір жалғыздық бойынша жұмыс атқарады. Ашқандар бар ма? Ашылмай жатыр ма? Мен көмектесейін бе? Қазір мен көмектесейін бе? Сендерде арман екен. Сендер арман бойынша жұмыс жасайсыңдар. Онда сендердің балған не болды? Онда сендердің болады. Қорқыныш болады. Мына суретті қалай байланыстырсақ болады? Бала не істеп жатыр? Тамаша. Яғни бұл сендердің топтарына байланысты сурет екен. Тамаша. Ал енді екінші балалар мына суретке назар аударайықшы. Не көріп тұрсыз? Жалғыз сен барып жүрген. Егер ата-анасы болса, өстіп айдалада біреудің малын алып жүретін бе еді? Балалар құсап, мектепке барып демалады дейді. Тамаша. Енді сендер жалғыздық дегенде ойларыңа не келеді? Соны топтастырып жазып, және де сол бойынша шығармамен байланыстырасыз. Ал енді үшінші топ бері қараймыз. Мына суретте не көріп тұрмыз? Үңгірдегі. Яғни жалғыз айдалада кіші баланың не істеуі? Жалғыз қалуы, қорқыныш. Тамаша. Қандай кезде адам қорқыныш сезімін сезінеді? Топтастырып жазып шығыңдар, кейін тапсырмамен байланыстырасыздар. Бірлесіп жұмыс жасаймыз балалар. Топтық жұмыс болғаннан кейін барлық оқушы тапсырманы орындауға балалар 5 минут уақыт береміз. 5 минуттан кейін не істейміз? Иә, қорғаймыз. Бәріміз бірге жұмыс жасаймыз. Арман дегенде адам қандай армандар болады? Балалар ескереміз, топтағы бар әрбір адамның уақытқа қарап жұмыс жасаймыз балалар. Қандай тез адам жалғыз болады?
ойлангандар болот. Осы тақырыпқа жалғыздыққа байланысты. Bir-birimizni tыңдап үйренеміз. Себебі барлығы бір тақырыптың аясына қатысты дүниелер. Сондықтан тыңдаймыз. Ал сіздерде арман болды, иә? Ал армандың тақырыпқа Тортайға қандай қатысы бар? Тортай тамаша. Тағы Biz o туралы мынандай сөйлемде жаздық. Арман дегеніміз адамдардың жасаған асасы келетін бірақ екі жолы деген мақсатта. Оған басқа сөйлесін Ернар. Оған да арман дегеніміз үлкен мақсаттар мен жоспарлар. Тағы Тортай арманына жету үшін не істеді? Арманына жете алды ма Тортай? Не себеп жете алмады? Не себеп жете алмады? Не себеп болды шығарады? Болды. Сосын бұл не себепті? Ненің кесірінен жету болды? Бұл жерде қандай соғыс суреттелген шығармада? Соғыстың кесірінен жетім қалған қазақ баласының тағдыры суреттелген шығарма. Бірақ армандаған арманына жету не істемеді? Оқуға бармады. Тағы кім болғысы келді? Жазушы болу үшін ол нені көп оқыды? Кітапты оқыды. Бірақ түптің түбінде не істемеді? Үшінші топ бірінші біткен, екінші топ келе қойды. Сендердегі тақырып қорқыныш болған. Тамаша. Ал енді қорқыныш деген сезім қай кезде туады екен, және де шығармамен қандай байланысы бар екен? Былай тұрамыз, жаппаймыз, иә? Оқушыларды. Тамаша. Айта ғой, қорқыныш дегеніміз қандай сезім екен? Аянның қара қағаз келуінен қорқуы. Яғни сендер бұны жусан исімен байланыстырдыңдар, иә? Тамаша. Қара қағаз келуінен қорқу. Ал Тортаймен қай жерде қорқады? Тортай қай жерде? Қараңғылықта жарықтан Жақсы. Тағы қандай? Ораштың өзінің доссыз қалуынан қорқыныш. Доссыз қалудан қорқыныш. Тамаша. Тағы не болды? Ораштың жетімдер үйіне баруынан қорқуы, қорқынышы. Керемет. Тамаша. Екінші топ. Дұрыс. Тағы неден қорқты? Тағы неден қорқты? Тортайдың қараңғылықтан қорқты. Тағы неден қорқты? Қорқыныш сезім. Жалғыздықтан, онсыздан не болды? Аян жетім болудан Аяның жанында кімдер көп болды? Дос?
Дұрыс, сосын Ораш мектепке кеткенде өзін нағыз сезінді. Себебі бүкіл балалар мектепке кеткен кезде ол сол жайлауда ауылға кеткенде жайлауда өзі жалғыз сиыр бағып қалады да өзі жалғыз сезінді. тамаша. Тағы қай кезде қолын шығарып қойған үшін? Тағы қай кезде өзін сезінеді? Қай кезде сезінеді? Дұрыс, тағы Айым балалар үйіне кеткен кезде, сол кезде ол өзі балалар үйіне кетіп қалғанда достар ане сол ауылда қалып қалды. Яғни сендерде туыстан есімен байланыстырыпсыңдар, иә? Өте жақсы. Тағы Ораш мектепке барған кезде өзі жалғыз болды. яғни Ораш мектепке кетіп қалғанда Тортай жалғыз қалып қалды. Ол да жалғыздыққа шықты. Тамаша. Тағы қане? Аян терезе алдында өзі жалғыз Тамақтанып отырған кезінде жалғыз екеуінің ұқсайды. Жақсы. Тағы Аянның әжесі қайтыс болған кезде ол өзін жалғыз жалғыз сезінді. Ал Тортайдың ата-анасы қайда болды? Тортайдың ата-анасы ол Ұлы Отан соғысында қайтыс болды. Ұлы Отан соғысында қайтыс болғандықтан ол өзін не санады? Жалғыз сезінді. Жалғыз Жалғыз сезінген кезде ата-анасы кітап деп ойлады. ата-анасы кітап деп ойлады. Тамаша. Балалар, өте жақсы. Тоқтаса отырып жақсы жұмыс істегендерің үшін сендерге бала қойыңдар. Не түсінуге болады? Әр адам Қорқынышты болады. әр адамның өзінің сезімдері болады. Мысалы, Аян өзі әкесі Тортайға қатысты айтайықшы. Тортай өзі жалғыз өмірде өмір сүріп жүргенде ол қорықты өзі қарамақтан туып кетеді деп. Тамаша. Тағы Нұрай. Әр адамның өзінің эмоциялары болады, сол ішіндегі сезімі болады, сол сезімдерін есте сақталу және ішінде Тортайдың да өзінің тұңғына жүзі жалғыз қалуы деп, ал Аянның да сол себебі Ұлы Отан соғысының кезінде өзі жалғыз біреуі Енді ішімден қандай құндылық аламыз? Осы шығармадан қандай құндылық? Не істемеуіміз керек? Қандай болуымыз керек деп? Қандай құндылық? ата-анамыздың тілін алып жақсы бала болу. Ата-анамыздың тілін алып жақсы бала болу. Тағы қандай құндылық? Назира. Әр адамның өзінің анам болады және адам сол анасы жету үшін бәрін алып өзінің өмірдағы жолындағы сатыға Ұмтылу керек, иә? Ұмтылу керек. Жақсы. Құндылық айтайықшы. Қандай құнды нәрселер? құндылық па? Иә. Досқа қандай болу керек? Досқа адал болу. Досқа адал болу керек. Ал бұл жерде Орашын істеген дұрыс болды ма соңында? Иә. Соңында Орашын істеген дұрыс болмады. Сен досыңа солай жасар ма едің? Жоқ. Жасамас дедің. Өте жақсы. Жақсы. Тағы қандай құндылық? Аяр. Құндылық. Не жасауымыз керек? Нені бойымызда аулақ ұстауымыз керек екен дұрыс жерде? Сен қандай болғанмен қандай жерде өмір сүргенмен қылмасың мақсат арман қойып соған күшті сезеді. Тамаша, өте жақсы. Яғни армандау үшін атбасындай алтынның қажеті жоқ екен. Сен қандай отбасында, қай жерде дүниеге келме, қай жерде өмір сүрме, сенің армандауға құқың бар. Сол арманға жету жолында мақсат қоюға өз еркің бар. Мақсатқа жету үшін ұмтылуға ерік жігерің не істеу керек? Әрқайсымызда болу керек екен. Тамаша, тамаша балалар. Ал енді олай болатын болса, оқулығымызды ашамыз балалар. Оқулығымызды ашамыз. Оқулығымызды ашамыз. Осы Тортай өнер Ақбозат әңгімесінің артқы жағындағы 12-ші тапсырманы орындаймыз. Кітаптарының 84-ші беті. 84-ші. Тамаша, Ұлы Отан соғысы күнәлі болды. Сондықтан бізге берілген тапсырмада сондай екен балалар. Дәптерлеріңді ашып, Тортай өнер Ақбозатта әңгімесіндегі Тортай мен Жусан Несір повесіндегі Аянды не істейміз? Салыстырамыз. Қандай болды? Екеуінде айырмашылығы қандай? Ең бірінші айырмашылығы екі шығарманы жазған әртүрлі адамдар. Тамаша, осыдан бастаймыз да ары қарай жазамыз. Жаза ғой. Я сызба жаза беріңіз.
айттық, қайталаттық, тапсырманың арасына қостық. Сондықтан сендерге ол екеуін салыстыра талдау қиыншылыққа болған оқушылар болса, болғаннан кейін балалар барлықтарың ортаға қаламсаптарыңды жинап қойыңдар, иә? Болғаннан кейін ортаға өз қаламсаптарыңды жинап қойыңдар. Болғаннан кейін әрқайсылары өз қолдарына қаламсаптарын ұстап қойыңдар. Ортаға қойып қойыңдар. Нұсқа жазсақ жеткілікті балалар, оған көп дүние жазу міндет емес. Жақсы, тамаша. Қоя қой. Болды ба балалар? Иә. Қаламсатымызды қойдық па ортаға? Иә. Қоямыз ортаға. Болса қаламсаттарын ортаға қояйық. Тамаша. Мына топтан болған балалар көп екен, олай болатын болса, мынау кімнің қаламсағы? Тамаша, тұра ғой енді. Онда оқи қойшы. Не жаздың? Қалай салыстырдың? Оқи қой. Тортай ол кітапты көп оқыды. Тамаша, Аян? Аян ол. Аян да көп оқыды, иә? Жақсы, тағы? Тағы қандай нелерін жаздың? Тортай ол жайлауда мал бақты. Дұрыс. Ал кім? Аян? Үйде оқыды. Тамаша. Кімнің қаламсағы? Шымның қаламсағы? Шығармашылығы Жусан есті және Тортай өнер авторы. Олар екеуі де жетім болды. Ата-аналары Ұлы Отан соғысына аттанып қайтыс болды. Екеуі де кітап оқуды ұнатты. Тамаша. Тағы? Айырмашылығы актерлары әртүрлі болды. Жусан есімде Сайын Мұратбеков, ал Тортай өнер авторы Амжитта Оралхан Бөкей болды. Тамаша. Өте жақсы. Жусан есі және де Тортай өнер авторы ұқсастығы Аян мен Тортайда екеуі де ата-анасыз жетім қалды. Айырмашылықтары шығармалардың авторлары әртүрлі. Тамаша. Отыра ғой. Енді балалар, қалған оқушылар дескриптор бойынша өзімізді бағалайық. Егер біз кейіпкерлерді өзара салыстырсақ, бір балл, және оның жаңашылдығына баға берсек, қазір ондай балалар бар ма, жетім балалар? Бар, иә? Қазір олар соғыстың кесірінен жетім қалып жатыр ма? Ненің әсері болады ма? Тамаша, дұрыс. Ата-аналардың немесе жауапкершілігі жоқ немесе оларды бала бағуға ақшасы жетпейді. Жақсы, тағы не себептен қазіргі таңда? Қол жетімді болмағандықтан, және көп балалардың өздерінен қалай оларға керек кейбіреулер ата-аналар оны керек болмай кейбіреулерін өздерінің асырамай қалғаннан кейін соларды егер сондай ойымызды жазсақ, онда бір балл қоямыз да 2 баллмен өзімізді бағалаймыз. Бағалай қоймай. Мен осы бағалау парағы арқылы сендердің орындаған тапсырмаларыңды тексеремін. Бағалады ба? Олай болатын болса, барлығымыз қаламсағымызды қойып, бәріміз тақтаға назар аударайық. Қазір тақтадан балалар сендерге сұрақтар. Тортай өнер авторы шығармасының авторы Ерсұлтан Оралхан Бөкей. Тамаша, не ойланып қалдық? Келесі. Ауыл қай жерде орналасқан? Салық салғанда орналасқан. Дұрыс. Кеттік. Келесі. Тортай қатан қатарды көрсек. Бекарыс. Арманшыл бала. Тамаша. Кеттік. Шығарма қалай аяқталады? Тортайдың арманы мақсатына жетуімен айылып, қысы варианты қандай?
жақта баяндалады дейді. Ал тексерейік. Дұрыс, бірінші жақта баян. Яғни Ораш өзінің өмірін айта отырып, Тортайдың өмірін айтпай ма балалар? Келесі, шығармада қандай әлеуметтік қоғамдық мәселе қозғалады? Қандай әлеуметтік? Соғыс салдарынан тағдырын Тауқыметке қалған жетім балалардың тағдыры. дұрыс, өте жақсы ерлан. Өте жақсы. Қазір балалар, келесі сұрақ бізде. Әкем фермаға келсе, үйдің ішін жем бол деп айтқанын Аяжан Ораш екен. Тамаша, Ораш екен. Кеттік. Келесі. Соңғы сұрақ. Тортайдың арманы. Тортайдың арманы әсел айтсыншы. Тортайдың арманы не? Жазушы болу. Тамаша. Өте дұрыс. Жазушы болу екен Тортайдың арманы. Енді балалар, барлықтарының қолдарына ұл балалардың қыз балалардың денесіндегі мынандай қағаздар тарқатылып көріп тұрмыз ба? Енді мына бос бөлікке бүгін сабақтан қандай әсер алғандарыңды жаза қойыңдар. Ал мына қарап отырсаңдар, ұлдың да қыздың да бет әлпетінде ешқандай не жоқ. Көріп тұрмыз ба? Көз, мұрын, ерін деген соларды бүгін сабақтан алған. Сендер сабақтан қандай көңіл күйде шығып бара жатырсыңдар? Сол бойынша осының бетіне суретімізді, эмоциямызды білдірдік. Мына тұсына сабақтан не түсіндік? Болашақта не түсінгіміз келеді, соны жаза қойды. Жаза қойды. Балалар, бүгінгі біздің өтіп отқан Төртай Өнер Ақбозат шығармасының мектеп бағдарламасына берілуі, сендер сияқты жас жеткіншектердің оны оқуының негізгі мақсаты Тортай сияқты армандарына жетіңдер. Арманға жету үшін міндетті түрде алуларына мақсат қойыңдар. Қазіргі таңдағы сендердің негізгі армандарына жетудегі бірінші мақсаттарың бұл не істеу? Сабақты жақсы оқу. Сондықтан да қанаттарың талмасын. Үнемі осы білім жолын қуып жүріп армандарына жеткендер және болашақта әрқайсыларынан биік бір белесті бағындырған мықты азамат шығады деген ойдамын. Бұл шығармадағы Оралхан Бөкейдің Тортайы арманына жете алмаса да, менің алдымда отырған шәкірттерімнің арманы орындалады деген үміттемін. Жақсы, сабаққа жас болғандар бар ма? Аяр оқып өш? Мен бүгін сабақтан мақсат, энергия және керемет ақпараттар. Тамаша, тағы, айым. Мен осы сабақта жақсы Аяр тобындағы оқушылардың бағалау парақтарын алып, бағалау. мен жақта оралған Өте тамаша. Тағы, Аяжан жазып па? Алину жазып па? Оқи ғой. Мен сабақтан күшті әсер алдым және жақсы болуды түсіндім дейді. Ол өте дұрыс қасиет балалар. Мен бұл сабақтан өте көп зат білдім және ата-аналар баласын тастамау керегін Оралхан Бөкейдің жаңа мәтінімен таныстым. Әңгімесімен деге, мәтінімен демек жақсы. Айнуар? Бұл мектептерге көмектесіп адал болу керек екен. Өте керемет. Жете қой Арман. Бүгінгі сабақта алдынан не екенін түсіндім және ата-ананы тыңдап әрдайым қасында жүру. Өте жақсы. Қадыс? Бүгінгі сабақта жақсы түсіндім. Бүгінгі сабақта алдына мақсат қойып, өте жақсы. Айта ғой. Немесе өзім қандай жақтан көп болсам да, ол маңызды себебі Арман ақшаға сатылмайды. Керемет. Үшінші қатардан айта ғой. Керемет. Анамның қадірін жақсы түсініп жүру. Тамаша. Жақсылық білдіру. Сабақтан шыққан соң анамыздың қадірін ұмытып кетпейміз, жақсы ма? Достарына қадірін ұмытпаймыз, білу керек. Жақсы. Тағы. Ал, Батырхан оқып қойшы. Әке ананы сақтау, тағы әке ананы қатты жына тимей бәрі жақсы. Жақсы. Айша? Бұл сабақта
және де өздеріңге дәптерлердің ішінде жазып алсаңдар болады. Үй тапсырмасы. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңыз үшін көп рахмет балалар. Аяр тобындағы оқушыларды бағалау ғарыптарына жинап бере қой. Айым тобындағы балаларды бағалау ғарыптарына жинап бере қой. Нұрай